Шаймен ішкенге дәмді әрі тез дайын болатын пирог рецептісін іздеп жүрсеңіз, онда осы рецепті міндетті түрде өзіңізге сақтап алыңыз және маған тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен 5 жұмыртқамен қантты жақсылап осылай миксерлеп аламыз. Әбден қантымыз езілгеннен кейін осындай көпіреді. Одан кейін үстіне айран мен сұйық құйып, жақсылап араластырып аламыз. Електен өткен ұнымыз бен разрыхитель екеуін қосып, осындай бізде масса пайда болады. Келесіде пирогымыздың дәмі ерекше болсын деп, ішіне мен грек жаңғағын, мейізді және де макты қосып, жақсылап бір араластырып алдым. Табамыздың астын майлап, или болмаса сіздерде осындай мен сияқты пергамент қағазын төсеп, үстіне осылай біздің массамыздың барлығын құйып шығамыз. Бетіне мен грек жаңғағын және де мейізді тағы да сеуіп қойдым. 180 градуста 35-40 минутқа осылай біздің пирогымызды пісіріп аламыз. Өте керемет, нәзік, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осындай жеңіл пирог рецепттерін іздесеңіздер, менің парақшамнан таба аласыздар. Міндетті түрде маған тіркеп кетуді ұмытпаңыздар.